Бүгін сіздерге пияз нанның рецептімен бөлісемін. Өте дәмді болып шығады және ыстық кезінде тез желінеді. Жылы суымызға 1 қасық тұз, 1 қасық дрожж қосып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алып, ұнымызды алдын ала илегіштен өткізіп, суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Толық құрамын видеоның астында жазып қалдырамын. Қамырымызға сұйық майымызды қосып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтын болып, жұмсақ қамыр болу керек. Қолдарыңызға шамалы жабысса, оған аздап ұн қосуға болады. Қамырымызды илеп алып, бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырымызды көтерілуі қажет емес, 10-15 минут тұрса жеткілікті. Қамырымызды 15 минутқа бұқтырып қойып, салмасын дайындаймыз. Салмасына пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Салмасына басқа да тағамдар қолдануға болады. Көк жуа, ірімшік, фарш, тағы да басқасын қолдануларыңызға болады. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, бір қамырымызды ыдысқа салып, бетін жауып қойып, екінші қамырымызды доңғалатып алып, жұқалап жаямыз. Қамырымызды неғұрлым жұқағып жайсақ, соғұрлым біздің нанымыз дәмді болады. Сондықтан қамырымызды өте жұқағып жаямыз. Және де менің каналымда көптеген рецепттер бар. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Әлі де жаңадан рецепттер болады. Менде 2 дана пияз нан шықты. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Сары майымызды ерітіп, жұқалап жайған қамырымызға жағып шығамыз. Майымызды жағып алғаннан кейін салмасын бүкіл жеріне тегістеп салып шығамыз. Қамырымызды ортасынан бөліп, қамырымызды рулет тәрізді орап шығамыз. Орап алған рулетімізді формаға, ыдысымызға салып, видеодағындай көрсетілгендей қылып, доңғалақ қылып орналастырып аламыз. Және де видеодағындай көрсетілгендей қылып, үстін басып шығамыз. Нанымыздың үстінен қолымызбен басып, жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып, 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минутта пісіріп аламыз. Пияз нанымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Рахмет сіздерге.